Аға тарта Қарағандылық әскерге шақырылушы салтанатты түрде отан алдында борышын өтеуге аттанды. Әскерге шығарып салу рәсімі Мәңгілік Алау жауынгерлік даңқ мемориалы алаңында өтті. Қас-қатар тізілген болашақ сарбаздар Алматы облысының Жетіген елді мекеніндегі әуе күштері бөлімінде әскери қызметтерін өтейтін болады. Мен Әбенов Аслан, Қарағанды облысының әскерге шақырушылар атынан берілген тапсырманы адал орындауға, қырғылықпен атқаруға серт беремін. Аслан Әбенов Теміртау қаласының тұрғыны, жасы 24-те. Аслан 20 әскерге шақырылушының бірі болып, Жетігендегі әуе қорғаныс күштері бөлімшесіне жолдама алған. Әбенов әскери борышын өтеуге өз еркімен кетіп барады. Әр азамат отанын қорғауға тиіс дейді болашақ сарбаз. Кішкентай кезімнен осы летчик болуға арманым болған. Әкем военный болған. Сол қайтқаннан кейін әкемнің жолын қуайын деп осы борышымды бергім келді отаныма. Облысымыздан әуе қорғаныс күшінің бөлімшесіне баратын 20 жігіт арнайы дайындықтан өткен. Барлық талаптарға сай келген әскерге шақырушылар азаматтық борыштарын өтеуге әзір. Олардың барлығының да орташа білімі мен жүргізуші куәліктері де бар. Енді олар темірдей тәртіпке бағынып, ел шебін күзетпек. Әскерге алынған жастардың басым көпшілігі болашақта әскери қызметкер болуды қалайды екен. 50 адам ішінен мінеке жаңа 20 адамды ректеп алды, жаңа өзі представитель части болды. Сол өзі денсаулық жағынан, психология жағынан тесттарын бәрін қарап, жаңа өзі ректеп алды. Балалар өз еркімен барып жатыр. Оны ешкім жаңағы сен бар, елді қорға деп өзінің тасымен барып жатыр балалар қазір. Көп бар. Салтанатты жиынға Қарағанды облысы жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы, орталық өңірлік әскери қолбасшылығы қызметкерлері, офицерлер мен ардагерлер қатысты. Олар да өз кезегінде жас сарбаздарға ақыл кеңестерін айтып, баталарын берді. Бүгінгі шараның негіз мақсаты осы біздің қарағандылық жастарға ұлттық патриотизмді көрсету. Осындай әскерге шығарып салу арқылы ертеңгі жастарымыздың бойында отан қорғаушылық қабілетін арттырып, ертең мысалы кеше ғана елбасымыз айтты, осы патриоттық тәрбиеге көп көңіл бөлу керек деп, жас сарбаздық жаңағы ұйымын құру керек деп. Осының барлығы осының алдында тұрған шаралар. Осы сәттен бастап жастар Қазақстан қарулы күштерінің қатарына ресми түрде қабылданды. Олар өздерінің туысқандарымен бір жылға қоштасып, алғаш рет бірыңғай саппен әскери бөлімнің алаңқайын адымдап өтті. Енді жігіттер күрделі әскери ғылымның қыр-сырын меңгеретін болады. Қорғаныс істері жөніндегі облыстық департаменттің мәлімдеуінше, биыл әскер қатарына 1500-ге тарта сарбазды қабылдау жоспарланып отыр. Айжарқын Сесен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.